Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында дайындалатын бір ғана ингредиенттен тұратын өте керемет қызанақ пастасын дайындайтын боламыз, яғни томатный паста. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Өйткені бұл рецепт өте қолжетімді, яғни бір ғана ингредиенттен тұрады, жаңа айтқанымдай. Сосын ешқандай стерилизовать етпей-ақ, уксус, таблетка ештеңе салмай-ақ қысқа өте жақсы сақталатын болады. Ал кеттік. Ең алдымен помидорларымызды осылай дайындап, мясорубканы аузына сиятындай етіп турап алатын боламыз. Яғни помидордың барлығын мясорубкадан өткізіп алуымыз керек. Мясорубкадан өткізіп алған соң біраз уақыт қалдыратын боламыз, яғни қоюысы мен суы ажыралып шығуы қажет. Мен әдейі осылай іші көрінетін ыдысқа салдым азырақ бөлігін, өйткені қалай суы бөлініп шығатынын сіздерге оңай көрсету үшін. Дәл осылай мен 1 сағаттай уақыт қалдырдым. Мінекей көріп тұрған болсаңыздар, 1 сағат уақыт өтті. Осылай суы бөлек болып ажырап шығатын болады. Негізінен де суы аздау қызанақтар болғандықтан онша көп шыққан жоқ. Негізінде бұрындары істейтін кезімде кәдімгідей жартысы су болып қалатын, түбіне жиналатын еді, бетіне қоюысы жиналатын, содан қоюысын беймарал оңай түрде ажыратып алатынмын. Ал енді біз осылай ситаның көмегімен артық суларын алып тастайтын боламыз. Суларын барлығын алып болған соң бәрін бір ыдысқа салып қайнатуға жіберетін боламыз. Қалған суының барлығын қайнап жатқан кезде алатын боламыз. Осылай көпіршіктерін ала отырып, жақсылап араластырып, суы шыққанша, яғни суы бөлініп шығам дегенше көпіршіктерін алып қайнатуды жалғастырамыз. Ешқандай тұз, приправа, ешнәрсе қоспаймын, тек қана қызанақтың өзінен ғана жасаймын. Сонда нағыз қызанақ пастасы шығатын болады. Мінекей бізде суы бөлек болып уже шығып қалды. Осылай бөлек шыққан кезде ситаның көмегімен батыра отырып суын бөлек алатын боламыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкентай сита қолдансаңыздар өте ыңғайлы болады. Үлкен ситадан қарағанда суы тез бөлініп шығатын болады. Мінекей көріп отқан болсаңыздар, біраз томат суын алып тастадық. Томаттан алынған суында төкпей басқа бірдеңеге қолдансаңыздар болады. Яғни тамаққа қосаңыздар болады оны да. Немесе өздеріңіз томатны сокты ұнатсаңыздар, өздеріңіз ішсеңіздер болады тұз қосып. Онда төкпей қолдануға болады. Мінекей біз барлық суынан босатып алдық. Бұл жерде тек қана қоюысы қалды. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша блендермен майдалап алсаңыздар болады. Мен осылай тек қана пюре ететінмен езіп алдым. Егер блендермен езетін болсаңыздар, кәдімгідей дүкеннің қызанағы сияқты бір келкі қызанақтар шығатын болады. Ал менде тамақтың ішінде помидор салған сияқты эффект беретін ұнағандықтан маған блендер қолданбай, дәл осылай тек қана өзің ғана езіп, банкілерге салып сақтап қоятын боламын. Осымен біздің томатный пастамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай дайын болады, өте тез, жылдам және де өте қолжетімді. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, банкаларыңызды да стерилизовать етудің қажеті жоқ. Және де осы салмамызға да, яғни пастаның өзінде уксус ештеңе қосудың қажеті жоқ. Тек қана банкіге, жақсылап жуылған банкіға құйып, бұралатын крышка болса да бұрап қойсаңыздар, қысқа өте жақсы сақталатын болады. Ең маңызды сәт ол бетіне кішігірім ғана сұйық май құясыздар. Сұйық май құйылған соң ешқандай беті де көгермейді, ашымайды, өте жақсы сақталатын болады. Үйіңізде жай ғана дүкеннің пастасы болса да, осылай сұйық май құйып қойсаңыздар, өте жақсы сақталатын болады. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта күнделікті жаңа видео рецепт шығып отыратын болады. Сондықтан маған жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.